қарап алыңыздар, иә. Осы сабақтар аяқталғаннан кейін. Енді мен осы жерде айтайыншы, осыдан менде 2,5 жыл алдын прям тұрмысқа шыққаннан кейін деградация болды. Жұмыссыз, прям ақша керек, иә, как всегда, ақшадан қысылу, сондай сияқты дүниелер болды. Сол кезде менің жалпы істемеген техникам жоқ қой, жұмыс туралы. И маған қатты өмірімде көмектескен бір техника бар да. Интернеттен алдым, оны жасадым мен жұмысқа тұрдым деп айқайлап қуанасыздар. Ең бірінші сондай реакция болу керек адамда. Сосын міндетті түрде постоянно мен жұмысқа тұрдым деп жаңағыдай бірінші қуаныңыздар, бір настроение қалыптастырып алыңыздар да, потом егер көп қабатты үйде тұратын болсаңыздар, например, этаж үйде тұратын болсаңыздар, лестница болады ғой, сол лестницадан каждыйынан түскенде секіріп түсіңіздер. Прям мен жұмысқа тұрдым деп. Жаңағыдай балалар қуанады ғой, кішкентай балалар, вау деп ше, тура сол сияқты